Сәлем барлықтарыңызға, сіздермен Арайдың асханасы. Бүгін үй жағдайында өте дәмді болып шығатын пицца дайындаймыз. Жасалу жолы да оңай. Бар болғаны 8-10 минутта пісіп шығады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Осы видео ұнаса, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Қараңыздар, осылай керемет болып шығады. Міндетті түрде соңына дейін тамашалаңыздар. Ең алдымен бізге керегі жылы су, ұн, сұйық май, қант, тұз, дрожж керек. Алдымен ыдысымызға жылы суымызды құямыз. Суымыз міндетті түрде жылы болуы керек. Граммдарын барлығын описаниеде қалдырамын. Одан соң 1 шай қасық қантымызды, жарты шай қасық тұзымызды, 1 шай қасық дрожжымызды салып, жақсылап араластырамыз үшеуін. Одан кейін ұнымызды аз-аз мөлшерден сала отырып, жұмсақтау қылып қамыр илейміз. Онда көрсетілген мөлшерден көп салып қоймаңыздар. Көп салып қойсаңыздар қатты болып, пиццаларың піскен кезде де қатты болып қалады. Кішкене сұйық майды құйып жіберіп, тағы да жұмсақтау қылып қамыр илейміз. Тағы да айта кететін жайт, қамыр барынша жұмсақ болуы керек. Мінекей осындай болып шығады. Осылай қамырымызды екіге бөліп, бетін жауып, кем дегенде 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Сол кезде қамырымыз шамалы көтеріліп шығады. 1 сағат уақытымыз өтті. Біздің қамырымыз шамалы ғана көтерілді. 1 сағаттың өзі жеткілікті. Енді қамырымызды онда кішкене ғана сеуіп, барынша жұқалау қылып жаямыз. Мен салмасына сырды осындай теркадан өткізіп алдым. Моцарелла сырын қолдансаңыздар өте дәмді болып шығады. Майлылығы немесе кез келген сыр майлылығы 45%-нан жоғары болуы керек. Және де кетчуп, 2 түрлі пицца болады. Біреу помидормен, екіншісі колбасамен. Маргарита және де пепперони деген пиццалар жасаймыз. Ұнымызды шамалы ғана сеуіп, осылай барынша жұқалау қылып жаямыз. Өйткені біз пиццаны бар болған 8 минут қана пісіреміз. Сол үшін қамыры толық пісу үшін осылай жұқалау қылып жаямыз. Дөңгелек қылып жайып алдық. Ең шетіне бортикалар осылай жасап шығамыз. Достар, осы орайда пештеріңізді 200 градусқа қосып қойыңыздар. Қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Кетчуп немесе томат қоссаңыздар да болады. Сырды барынша көп қосамыз, және де салмасына өз қалауларынша жасасаңыздар болады. Мен помидорды салып шықтым. 180 градуста 8 минуттай ғана пісіріп аламыз. 8 минуттан кейін біздің пиццамыз дайын болды. Одан көп ұстасаңыздар, ішіндегі сыр күйіп кетуі мүмкін, және де пиццаларыңыз қатты болып қалады. Соны ескеріңіздер. Мінекей ровно 8 минуттан кейін мен алып шықтым. Қамыры піспей қалады деп ойламайсыздар, өйткені ол барынша жұқалау болып жайылғандықтан барлық пісіп, толық пісіп шығады, еш уайымдамаймыз. Мінекей біздің пиццамыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Арайдың асханасы.